Болды, енді үнсіз отыра алмаймын. Бүгін мен сендерге шындықты айтамын. Олар бізден оны жасырып келді. Бұл жай ғана ойыншық емес. Бұл лабубу. Сіз ойлайсыз ғой, бұл тек сүйкімді мақұлық. Вампирдің тісі бар, көздері икеяда адасып кеткен баланың көзі, ал құлағы Wi-Fi роутердің антеннасы сияқты. Жоқ, бұл мұқият ойластырылған маркетингтік шабуылдың өнімі. Лабубу бұл ойыншық емес, бұл құрал, бұл қару, бұл қытайдық маркетинг. Мақұлықтың туылуы. Барлығы PopMart деген компаниядан басталды. Ешкім танымайтын Қытайдағы бір топ адам кәдімгі ойыншық сатпай қояйық, қораптың ішіне жасырын ойыншық салып, халықтың миын аштық деп шешті. Сен лабубуны сатып алмайсың, сен кездейсоқ қорап сатып аласың. Ішінде не бар екенін білмейді. Бұл құмар ойын, бұл интроверттерге арналған казино. Фишка орнына винил, үміттің аты лабубу. Сирек лабубуының шығу мүмкіндігі өте сирек. Сол мүмкіндікті қуу барысында ақылдан адасу мүмкіндігі 100%. Барлығы басынан аяғына дейін ойланған. Көңіл аударыңыз. Кенеттен сауда орталықтарында PopMart дүкендері қаптап кетті ме? Сен жақында айсың. Олар жарық шамымен көз қарықтырады, саған әлде бір жұмбақ күш. Кел, тек біреуін ғана ал дейді. Ал сен сатып аласың. Бітті. Қытай маркетологтары сені ұтып алды. Қаржылы қақпан. Лабубу балаларға арналған ба? Жоқ. Лабубу мына адамдарға арналған. Ақшасы бар, мазасы жоқ. Винилді мақұлыққа ой тәтті екен деп ойланбай ақша жұмсайтын ересектерге. Бір қораптың бағасы 10.000-20.000 теңге. Толық коллекцияны жинау калькуляторың жылап күйіп кетеді. Сен лабубу жинамайсың. Лабубу сені жинайды. Визуалдық гипноз. Лабубу жай сүйкімді емес. Ол гипноздайды. Көздері тікілей жаныңды шұқып қарайды. Бет әлпеті, ой, қандай милашка мен. Ол менің құпия сөздерімді біледі, арасындағы аралық. Ол мен болуға туған. Кез келген эмоцияны лабубу арқылы жеткізуге болады. Оны солай жасаған. Қытайлық дизайнерлер визуалды вампир жасаған. Сен оған қарайсың, миың серотиннің бөлуді бастайды, содан соң тағы біреуін алғың келеді. Психологиялық тұзақ. Лабубуда сюжет бар, достары бар, мезгілдік киімдері, образдары бар. Хэллоуин лабубу, жазғы лабубу, суши болып киінген лабубу, саңырау құлақ лабубу. Сондай да бар. Бұл не үшін? Сенің онымен эмоциялық байланыс орнату үшін. Енді сен ойыншық сатып алмайсың, сен қарым-қатынас сатып аласың. Жасырын түрлері. PopMart'та Secret Edition деген жасырын сирек лабубу түрлері бар. Оларды табу мүмкіндігі сенің таңғы 5-те физика сабағын түсініп, оянып кету мүмкіндігімен бірдей. Бірақ бүкіл нарық солардың айналасында. Халық қораппен алады, базарда сатады. OLX-та лабубу нарығы. Бұл коллекция емес, бұл қара винил нарығы. Лабубу барлық жерде. Тек біреуін ғана аламын дейсің. Бірақ кейін көресің. Лабубу рюкзак, лабубу шам, лабубу телефон қабы, лабубу шұлық. Бұл жай ғана мерч емес. Бұл мәдени экспансия. Сен енді лабубудың өкілісің. Құтқарылу мүмкін бе? Жоқ. Бірақ мойындауға болады. Сен лабубуға қарайсың, ол ұлу кейпінде неліктен сатып алғаныңды білмейсің, бірақ бере алмайсың. Ол енді сенің бөлшегің.